Үйге әкеліп тастаған соң енесіне сіз уайымдамаңыз, мен сіздердің тамақтарыңызды пісіріп, балаларды қарап отыратын көмекшіге айлықты өзім төлеп тұрамын. Дүкенді де бітіріп беруге әрекет жасаймын. Осы дүкен асырайды сіздерді. Бірақ менің орным бұл үйде емес. Мен кетейін деп көлігін қайта оталдырды. Оның жолын тосқан Орынкүл апа, саған соңғы сөзімді айтайын. Бұдан кейін қалай шешім қабылдайсың, өзің білесің. Ал сен өз үйіңді тастап қайда барасың? Бұл үйдің де, дүкеннің де иесі сенсің енді. Атаңның нотариус інісін шақырып, мұрагерлікке сені тағайындап қойдым өткенде. Менің төрімнен көрім жақын. Ертең олай-бұлай болып кетсем, осы үлкен үйдің де, өзің салып жатқан дүкеннің де иесі сен болып қаласың. Кетпе қызым, өз ошағыңды өзің сөндіріп кетпе деген Орынкүл апа келіні үшін жүрегін жұлып беруге де дайын еді. Тек кетіп қалмаса болғаны. Немерелеріне Аягөзден артық ешкім қарай алмайтыны белгілі. Көзі қайтса, немерелері жетімдер үйіне өтіп кетпеуі керек. Немерелерін Аягөзден артық ешкімге сеніп тапсыра алмайды. Оның үстіне келіні бар жақсыға лайық. Енесінің сөздерінен кейін Аягөз көліктің рөліне басын қойып еңкілдеп жылап жіберді. Неге олай етесіз? Мен сізден үй сұрап тұрмын ба? Керек жоқ маған, үйде басқа да керек жоқ. Ештеңе керек емес маған. Мені жөніме жіберіңізші, жолымды бөгемеңізші. Мен ешкім емеспін ғой бұл үйге. Мирас ше, айтып жеткізе алар емеспін. Қиналып жүрмін, мама. Не істеймін? Мирастың бұл қылығын ұмытайын десем де ұмыта алар емеспін. Қорланып жүрмін. Әйел болып өмірге келгенімді қайтейін? Өз күйеуіме өзімді сүйдіре алмасам. Миллиондарды тауып жүргенімді қайтейін? Өз күйеуіме көк тиындық құным жоқ, қадірсіз болсам. Рөлден басын алмаған күйі Аягөз әбден жылап алды. Ол иттің ғана баласы осыдан келсін, үйден аттап шыға алмайтындай етіп аяғын сындырамын. Жетіскен жүгірмек. Ол сол сұлуына үйленеді ғой, жап-жас екен, әдем екен. Құрып кетсін, қанша жерден сұлу болса да сенің тырнағыңа татымайды. Сұлулығын сорпа қылып ішеміз бе? Жүрмейтін еркек жоқ қой жаным-ау. Атаңда жүргіш болған, қолында қызметі, ақшасы бар еркекке кім қызықпайды? Талай рет ұстап алдым ғой, аңдып жүріп, қонақ үйге дейін барып едім. Сонау бір жас кезімде анаумен де, мынаумен де жүріп алып, маған айтатын, сенен артық ешкім жоқ екен деп. Жарықтық. Ат айналып қазығын табады. Сәл уақытша адасып жүр ғой ол ақмақта. Күйеуі жүргендер ажыраса берсе, жер бетінде бүтін отбасы да қалмайтын шығар. Менен ақылдысың ғой, саған көп сөзді айтудың қажеті жоқ. Қой айналайын, ашуыңды бас. Қызымдай болып кеттің ғой. Құдай Динамды алғанмен орнына сені жіберіпті. Динамнан өлідей, сенен тірідей айырылатын жайым жоқ. Мені өлтірде, үстімнен аттап кете бер, кететін болсаң. Білмеймін, енді бұдан артық не істейтінімді. Сөзім де қалмады, деді Орынкүл апа, шып-шып терлеген маңдайын жаулық ұшымен сүртіп. Не істесең екен, Аягөз әрі-сәрі күйде. Кетіп қалайын десе, енесі мен балаларының шыр-пыры жүрегін езіп барады. Кетпейін десе, Мирастың тірлігі жүрегін жылатуда. Мен жұмыс жаққа барып қайтайын, түске келемін ғой, деді бір кезде. Орынкүл апа қуанғаннан елжіреп, жақсы сөзін тоқтаусыз төге берді. Түске жақын ол жалдап қойған пәтеріне келді. Заттарын жинап, кілтті пәтер иесіне өткізуі керек. Бір кезде телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Дегеннен, сен кім боласың Мирасқа деп жазып жіберіпті. Мұнысы несі? Бұл кім болды екен? Аягөз ойланып үлгермей, бірінен соң бірі хабарламалар келе бастады. Ол маған бойдақ екенін айтып үйленуге ұсыныс жасады ғой. Мен оның қалыңдығы боламын. Сен оның әйелісің ба не? Әйелі бар деп бүгін естім біреуден. Жұмыс істейтін жеріңді де, телефон нөміріңді де тауып алдым. Сен шынымен оның әйелі боласың ба? Жауап берсейші. Мирас маған өтірік айтып жүрма сонда, деген хабарламаны оқып, Аягөз барынша сабыр сақтады. Саусақтары дірілдеп, әрең дегенде, иә, әйелі боламын деп жазып жіберді. Ол оңбаған суайт маған бойдақ екенін айтты ғой. Мені алдағаныма сонда, байыңа ие болмайсың ба онда?
Қайда қаңғып, не бүлдіріп жүргенінен хабарың бар ма өзі? Байыңның не істеп жүргенін білмейтін қандай әйелсің өзі? Ол оңбаған суайтқа мен сендім ғой деп жылап тұрған смайліктерді жіберіпті. Оңбаған суайттан аулақ болсайшы, өмір бойы осылай жылап өткің келмесе аулақ жүргенің жөн, қарағым. Айтпақшы, 7 баламыз бар ғой біздің, оны да айтпаған шығар деп жазып жіберді бұл да. 7 бала, өтірікші аферист суайт, көрсетемін мен оған, деп тағы да ұзын сонар етіп запыранын төккісі келіп еді әлгі сұлу, бірақ Аягөз ол нөмірді блокқа қойып қойды. Кешке бәрі дастархан басында улап-шулап тамақ жеп отырғанда Мирас кіріп келді. Екі көзі шүңірейіп азып кетіпті. Есікке артын беріп отырған Аягөз оған бұрылып та қарамады. Орынкүл апа ұлын бірден алқымнан алмақшы еді, оның түрін көріп үні өшкен сияқты. Қайткенмен де іштен шыққан перзенті ғой, бас салып қарғап сілемей тамағын жеп алсыншы деп жанынан орын берді. Оның келетінін біліп отыр ғой бәрі. Бүгінгі WhatsApp-тағы бейтаныс нөмерден келген хабарлама жайлы енесіне айтқан Аягөз. Мираста түк болмағандай анасымен амандасып, балаларды кезекпен құшақтап, дастархан басына отырды. Аягөзге қарауға беті жоқ, жүзін төмен салған күйі қырын беріп отыр. Аягөз алғашқы күндері күйеуіне ләмим деп жақ ашпай төсегінде бөлек салып жүрді. Басқа елдер секілді қаңғып келдің ба оңбаған деп шуда шығармады. Онсыз да өз шешесі оңдырып жатқан жоқ. Өз үйінде жүріп кішкене тіктеліп алған соң ба, әлде анасының айдауымен ба, Мирас бүгін Аягөзді әңгімеге тартты. Бөлмесінде жұмыс істеп отырған келіншегінің қасына келіп, сенімен ақылдаспақшы едім, көлігімді сатып бір кәсіп бастайын деді. Әңгіме жұмыс жайында болса, Аягөз үнсіз қала алмайды. Қандай кәсіп? Тұр ғой мынау дүкен, әне-міне бітіп қалады. Сол дүкеннің тірлігі жетпей ма саған деп зірк етті. Онда былай етейік те, дүкенді 2 қабатты етіп үлкейтіп салайық, 1 қабатын жалға беріп тастайық. Шаштараз, сәндеушілер мен киім майда шүйде сататындарға, ал 1 қабатында түгел азық-түлік сататын, бір жағында әлгі чикен лаваш пісіретін орынға жалға берейік. Үй жолдың бойында, жер кең, неміз кетеді. Құжаттарын жасауға өзім жүгіремін. Көлігімді сатып, сол тірліктерді қолға алайын. Сен қалай қарайсың, деді Мирас, Аягөздің сәл беті бер қарағанына қуанып. Маған не дейсің? Қолыңнан келсе істесейші. Кім сенің қолыңды байлап отыр, деді Аягөз, компьютерден көзін алмаған күйі. Мирас ары қарай не айтарын білмей біраз үнсіз отырды да, кешірші мені, адастым ғой, деді бір кезде. Жас қыздың обалына қалдың ғой, кешірімді менен емес, сол қыздан сұрадың ба, деді Аягөзді безірейіп. Қырсық бәле екен, шаршатып жіберді. Қалай ұрынып қалғанымды білмеймін. Аягөз мырс етті. Мә, бірақ сен қатырыпсың ғой, 7 баламыз бар дедің бе? Маладес, қатыңсың ғой негізі. Қадіріңді енді біліп отырмын ше, деген Мирас оны айтып, мұны айтып, арсыздыққа салынып, келіншегінің бетін бері қарату үшін жан терге түсуде. Өзің ғой суықсың маған, қашан соңғы рет еркелеп құшағыма кіріп едің, қашан қарасаң жұмыс деп шапқылап жүргенің. Мені менсінбейсің де ғой, шын айтсам, сөзімді сөз демейсің, ақылдаспайсың, сөйлеспейсің менімен. Өзімді бір керексіз сезіндім, жалғыз сырадым деп тоңқылдап отырған күйеуіне көз қиығымен қараған Аягөздің жүрегі бір төңкеріліп түскендей болды. Тағы да мырс етті. Не айтарын білмей отыр өзі. Әне, тағы да мені мазақ етіп отырсың, деді күрсінген Мирас. Мені бір лұқ көресің ғой, ақша тауып жүрмін деп олай басын басайшы. Мені кімде болса күйеуімін ғой, деген күйеуіне Аягөз, ал сен мені түсінуге неге тырыспайсың? Күндіз жұмыстан шаршап келемін, үйде балаларға көңіл бөлу керек. Мен енді робот емес шығармын. Сен ақша тапсаң, мен отырмайын ба үйде, қас-қабағыңа қарап, деді. Жұмыс істемей осы балаларға бас-көз болып үйде отыра берші. Айттым ғой, көлікті сатып бәрін дүкенге құямын. Қажет болса несие де аламын. Өзім істеймін бәрін. Тек сен алдымды орап алып кетпеші. Өзім тындырамын бәрін. Маған сенші. Аш қалдырмаймын ғой сендерді.
өзің шыдамсызсың, маған сенбейсің сен, қолыңнан түк келмейді деп өзің алға түсіп алып жүгіріп кетесің жолымды орап, деген Мирас ағынан жарылуда. Күйеуі қатты өзгерген бе, әлде бұрын мән бермеген бе, басқаша бір жүректі қозғар әңгімелер айтып отыр. Қызғаныштан ба, басқадан ба, әйтеуір сезім пернелері әндете бастағандай. Көз қиығымен білдірмей қайта-қайта қарап қояды өзі. Осы күнге дейін қалай байқамаған, жігіттің сұлтаны екен ғой күйеуі. Мұндай еркекке өзі көңіл аудармаса, көшедегі кез келген сұлудың қағып кетері анық. Аузын ашса жүрегі көрінетін аңқылдақ мінезі тағы бар. Аягөз тағы да мырс етті. Бұл кездегісі ащы мысқыл емес еді. Өзі бүлдіреріне бүлдіріп алып, сен үйтпегенде мен бүйтпейтін едім деп үйдегі кішкентай балалардың бір-бірімен ұрысқаны сияқты қоңқылдап бұртиып отырған күйеуінің келбетіне күлді. Үміттің, сенімнің, сезімнің ұшқынын жаққан риясыз күлкі еді бұл. Кешке мейрамханаға барайықшы деді, бұрқылдап қайнап отырған күйеуінің сөзін бөлген Аягөз. Мирас жалт қарап, барайық, иә барайық деп басын шұлғи берді. Мен онда кешке дайындалайын. Екеуі де дәл осылай ойлады. Құшақ айқастырып болған соң Аягөз сан салонына, Мирас моншаға кетті. Есеппен тидім деп о баста ойлаушы еді Аягөз. Олай емес екен. Күйеуін сүйетінін қызғаныштан өліп қала жаздағанда сезімді емес пе? Несібесін ниетіне қарай иемденген Аягөз отбасылық бақыттан да кендемес бұл күнде. Кешірімді, жұмсақ жүрегі махаббаттың да несібесінен дәм таттырып, өздерінің 2 ұлымен қосқанда 9 баланы бағып қаққан олар үлкен жанұя бұл күнде. Өз әке-шешесінің де қателігін жуып, жолын ашып берген 2 әулетке бірдей несібе құйған Аягөзді бәрі аялайды бұл күнде.